сәлеметсіздер. Мен номер 66 Казфуд жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысы Аппаз Раяна. Артындағы шырайлы Шымкенттің заманауи Александр Сергеевич Пушкин атындағы кітапханасы. Кітапхана негізінен 30 жылы салынған. Бірақ кітапхананы салу жөнінде өлкетанушылық үшін Пушкиннің 100 жылдық мерейтойында ұсыныс тастаған болатын. Ал сіз бұл кітапхана жайында білесіз бе? Александр Сергеевич Пушкин атындағы оңтүстік Қазақстан облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында қазіргі таңда жарты миллиондық қоры бар, жыл сайын 25 мыңнан артық оқырмандарға қызмет көрсетеді. 500 мыңдай басылымдар беріледі. Көріп отырғанымыздай, кітапханада көптеген кітаптар, журналдар, газеттер және де тағы да басқа әдеби ресурстар бар. Әртүрлі жинаққа орыс әдебиетінің шығармалары, шетел әдебиетінің аудармалары, қазақ әдебиеті және де тағы да басқалары жатады. Жинақ оқырмандардың сұраныстары мен қызығушылықтарын қанағаттандыру үшін үнемі жаңартылып отырады. Интерактивті оқу мен білім беру бағдарламалары кеңінен қолданылған балаларға арналған бөлім бар. Ол бөлім балалардың кітапқа деген сүйіспеншілігі мен ынтасын арттыру үшін бағытталған. Бірінші қара сөз. Бұл жасқа келгенше өмірімді қалай өткіздім? Жақсы өткіздім бе, жаман өткіздім бе? Әйтеуір дегенше өткіздім. Ары қарай не істеймін? Нені елмен қыламын? Ел бауыр. Жоқ, мен елді баға алмаймын. Ол жастар отырып өздеріне елдерін баға берсін. Мал бауыр. Жоқ, мен малды да баға алмаймын. Балалар өзіне керектігін баға берсін. Балаларды бауыр. Жоқ, оларды мен қай тілге қосамын? Қалай білім беремін? Ол жағын білмеймін. Сондықтан да олар өздері баға берсін. Білім беру. Жоқ, білім беретін кезде оны кімге үйретемін? Білмегенді кімнен сұраймын? Оны да білмеймін. Сол кезде ойыма ақпаратпен қара сиянды елмен болып түсті. Мен өз білгенімді сол жерге жаза бердім. Керек адам оқымай қалып, керек емесіне керек емес болып қала берсін. Кеше кітапханада Пушкиннің мерейтойына орай көрме өткізілген болады. Ол жерде көптеген іс-шаралар өткізіледі. Атап айтқанда мәдени, білім және де көріп отырғанымыздай көрме іс-шаралар. Бұл іс-шаралар қоғамдастықтың қалыптасуын ынталандырады және әдебиет пен оқуға деген оқырмандардың сүйіспеншілігін арттырады. Сонымен сіздерді Пушкин атындағы кітапхана жайында көптеген ақпараттарды алды деген ойдамын. Қазіргі заман жастардың қолында. Сондықтан да әр оқушы білімді болуы қажет. Кітап білім бұлағы, білім өмір шағы демекші, сіздерді Александр Сергеевич Пушкин атындағы кітапханамен кітап оқуға шақырамын.